Амансыздар ма достар? Мына бүгін сіздерге кубик рубикті қалай жинауын үйретеміз. Оны бұзып тастайық әртүрлі қылып шатастырып. Ең бірінші мысалы айтайық, ең бірінші мысалы жасыл бетін бастаймыз. Мысалы енді қалаған кез келген бетін ғой енді. Мына крестикке саламыз былай қылып. Мінекей. Және бұл мына несі, мына неге ортасындағы сәйкес келу керек мына былайынан. Сонда мына былай ақ беті былай болады. Жасыл беті. Жасаламыз крестикті. Түсінбей жатқандар. Мінекей мына сәйкес келу керек мына ортасындағымен. Келтірген кезімізде. Мінекей. Сәйкес келді, мына екеуі, үшеуі келді, енді біреуі қалды. Қай жақта ортасында? Мінекей. Мінекей. Крестик келтіріп алдық ортасындағымен. Былайынан қылып. Енді бұрыштарын келтіреміз мынандай қылып. Мысалы айтайық. Мысалы мына жасыл сарыға мына жерге бару үшін былайынан қоямыз. Төмен оңға жоғары. Неге келді? Жасыл аққа келу үшін, мына жаққа түсу үшін төмен оңға жоғары. Еске сақтап алыңыздар, жаңылыспай. Енді біреуі қалды. Алып тастаймыз. Мінекей. Сарыға келу үшін мына жаққа қойып алып, төмен оңға жоғары. Мінекей. Жасыл бетіміз келді, мінекей мынау келді. Крестигіміз мына Т-образный болып. Ортасымен келу керек. Мына үшеуі мына ортасымен. Енді екінші бөлім жасылымызды астына қаратамыз. Көк үстінде шықты. Енді мына жандарын келтіреміз, мына ортасындағы бүйірлерін. Ол үшін тауып аламыз. Мысалы мінекей сарғыш. Қайда сарғыш? Мінекей. Сарғыш мына жаққа түсу керек. Былайнан. Оны жаттап алыңыздар. Үстін артқа, алдыға. Мінекей. Мына сары мына жаққа келді. Қазір қайталаймыз, не қылып алыңыздар. Мысалы келесі ақ пен сарғыш мына жаққа түсу керек. Тағы да қарап алыңыздар. Артқа, сол жағы артқа, одан кейін үсті алдыға болады. Мінекей, бұл да келді. Көрдіңіздер ме? Мінекей, екінші былайнан қойған кезде екі қатар келді. Барлығы бірдей болып. Жасылға. Енді үстін келтіреміз, үстіне крестик шығаруымыз керек, мынандай бірдей қылып. Мына келіп тұр дайын. Енді мына көк барлығы осы үсті крестик келу керек мына несімен. Ол үшін мына көкті былайнан жоғары қаратып, мысалы мынау былайнан қойып алдын оңға, мінекей. Тағы да оңға, үстін оңға. Мінекей, үстінде крестик келді. Енді бұның сәйкес келу керек мына жағымен, қызылымен, ақпен. Мына екеуі келмей қалды, мына екеуі келіп тұр. Ол үшін қойған кезде, мінекей үстіне жоғары қаратып қойған кезде, мынау сол жақ бүйірге келу керек, Г сияқты болып. Мына жағын мына екеуінің орнын ауыстыру керекпіз енді. Оң жағын алдыға, жоғарғысын 2 рет, артқа. Мінекей, келді. Төртеуі де келді. Крестигіміз. Енді көкті астына қаратамыз. Жасыл манағы жасыл үстіне шықты. Біз енді мына көктерді мына жаққа түсіруіміз керек астына, пәске.
Ол үшін екеуі ғана түспей тұр екен, басқа түсіп тұр екен. Мысалы жасыл үстіне шығады, көк алдында тұрса, жаттап алыңыздар. Үстін алдыға, артқа. Тағы қайталаймыз. Үстін алдыға, артқа. Міне көк астына кетті. Енді екінші көк оң жақта қалды. Оң жақта алдыға, артқа. Тағы да алдыға, артқа. Мінекей. Көк астына шықты түгел. Екі қатарымыз сақталып қалды, жоғалмай. Енді жасылды астына жібереміз. Енді бізге бұрыштарға келу керек, басқасы келіп тұр енді. Еске сақтап алыңыздар. Мысалы айтайық, мына бұрыш келіп тұр екен. Мынау келмей тұр. Мінекей. Қызыл, сары. Мына жақ сарғыш, ақ. Жаттап алайық. Мінекей. Көк үстіне шығады. Жанынан түсір. Мінекей. Мына ақ беті, мына сарғыш беті. Мына қызыл, сары. Мінекей. Оң жақтан аламыз. Бұлайынан төменге 1, астын кез келген бағытқа 2 рет, жоғарыға. Жаңа қызыл сарымыз енді қызыл сары бұрыш іздейміз. Мінекей. Қызыл сары бұрыш. Жаттап алыңдар. Қызыл мен ақ келді. Төменге 1, астын 2 бағыт, жоғарыға. Жаңа қандай болды жаңа? Қызыл, ақ. Мінекей. Қызыл, ақты ұмытпаймыз. Қызыл, ақ келу керек. Мінекей. Мынаны жаттап алыңыз. Ақ, сарғыш. Төменге 1, астын 2 бұрап, қайтадан жоғарыға. Ақ, сарғыш. Мінекей. Ақ, сарғыш. Төменге 1, астын 2 бұрап, мінекей. Барлық жағы келді. Түсінбеген жерлеріңіз болса, сұрап комментарий жазып қойыңыздар, лайк басып. Сау болыңыздар.